Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электролиттер және бейэлектролиттер. Нөмір 1 көрсетілім иондық және ковалентті полюсты байланысы бар заттардың электролиттік диссоциациясы. Сабағымыздың мақсаты электролиттер мен бейэлектролиттердің анықтамасын білу және мысалдар келтіру. Заттардың ерітінділері немесе балқымаларының электрөткізгіштігі химиялық байланыс түріне тәуелді екендігін түсіндіру. Бағалау критерийлері электролиттер мен бейэлектролиттердің анықтамасын білу және мысалдар келтіру. Заттардың ерітінділері немесе балқымаларының электрөткізгіштігі химиялық байланыс түріне тәуелді екендігін түсіндіру. Алдыңғы білім химиялық байланыс түрлері биорганикалық қосылыстардың негізгі кластары тақырыбы. Бұл тақырыптарды сіздер 8-ші сыныпта өткен болатынсыздар, яғни бүгінгі сабақты түсінуге осы тақырыптарды еске түсіру қажет. Олай болса, еске түсіру мақсатында мынандай сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Бірінші, өздеріне белгілі химиялық байланыс түрлері туралы айтыңдар. Екінші, мына қосылыстардағы химиялық байланыс түрін анықтаңдар. Қосылыстардың формуласы сіздерге берілген. Үшінші, қандай бөлшектерді иондар деп атайды? Мына қосылыстардың құрамына қандай иондар кіреді? Өзінді тексеру мақсатында сұрақтардың жауаптарына назар аударайық. Химиялық байланыстың коваленттік, полюссіз полюсті, иондық, металдық, сутектік түрлері болады. Мына қосылыстардағы көріп отырған қосылыстарыңыз иондық химиялық байланыспен байланысқан, ал енді тұз қышқылы мен бензол арасындағы қосылыстар ковалентті полюсті байланыспен байланысқан. Қандай бөлшектерді иондар деп атайды? Иондар дегеніміз ол зарядталған бөлшектер болып табылады. Катиондар, яғни оң зарядталған бөлшектер, аниондар теріс зарядталған бөлшектер болып табылады. Сіздерге катиондар натрий, мыс, барий, алюминий катиондар екендігі, ал аниондар хлорид, сульфат, гидроксид, сульфид аниондар екендігі көрсетілген. Заттар электр өткізгіштігіне қарай электролиттер және бейэлектролиттер болып бөлінеді. Электролиттер дегеніміз ерітінділері мен балқымалары электр тоғын өткізетін заттар болса, бейэлектролиттер ерітінділері мен балқымалары электр тоғын өткізбейтін заттар болып табылады. Электролиттер, яғни электролит заттардың иондық немесе ковалентті күшті полюсті байланысы бар заттар болып табылады. Оларға негіздер, қышқылдар және тұздар жатады. Бейэлектролитті заттар ковалентті полюссіз немесе әлсіз полюсті байланысы бар заттар болып табылады. Бейэлектролиттерге органикалық қосылыстар, газдар, бейметалдар жатады. Сабағымызды түсіну мақсатында бірінші көрсетілімге назар аударамыз, яғни бейне баянға назар аударыңыздар. Берілген заттардың электр өткізгіштігін болжаңыз. Болжамыңызды тәжірибемен салыстырыңыз және қорытынды жасаңыз. Сіздерге кестеде көрсетілгендей 6 түрлі қосылыстың ерітінділері берілген. Сіздер 15 секундтың ішінде осы 6 түрлі заттың электр тоғын өткізетін және өткізбейтіндігін болжауларыңыз керексіздер. Оқушылар, уақыт аяқталды. Енді сіздердің болжамдарыңызды төмендегі тәжірибе арқылы тексеріп көреміз. Бізде тәжірибе жасау үшін электродтар, 6 түрлі жаңағы ерітінділеріміз және 6 түрлі стакан берілген. Біз әр қайсы заттың 50 мл шамасында стакандарға құйып аламыз. Бұл барыста сіздер берілген заттардың химиялық байланыс түрлеріне назар аударып отырыңыздар. Натрий хлоридті иондық байланыс, 4 хлорлы көміртек ковалентті
полюсті байланыс. Ал молекула өзі ковалентті полюссіз. Ал кальций нитраты иондық байланыс, өйткені металл ионы мен қышқыл қалдық ионынан тұрған. Ал спирт молекуласы бұл ковалентті байланыспен байланысатын молекула. Тұз қышқылы молекуласы ковалентті полюсті молекула. Ал глюкозаның ерітіндісі бұлар ковалентті байланыспен байланысқан молекула. Міне қазір 6 ерітіндіден шамамен 50 мл-ден 6 стаканға құйып алдық. Енді осы стакандарды жеке-жеке тиісті электродтарына батырамыз. Электродтардың ерітіндіге толық батырылғанына назар аударыңыздар. Электр тоғын қосамыз. Көріп отырғандарыңыздай, бірінші, үшінші және бесінші ерітінділерден батырған электродтардан лампалардың жанғандығын және екінші, төртінші, алтыншы ерітінділерден лампаның жанбағандығын біз көре аламыз. Бұл тәжірибе бойынша сіздерге мынандай сұрақтар туындайды. Не үшін натрий хлориді, кальций нитраты, тұз қышқылы ерітінділерінде электр шамдары жанды? Не үшін 4 хлорлы көміртек, этил спирті және глюкоза ерітінділерінде электр шамы жанбады? Бұл сұраққа жауап беру үшін сіздер электролиттік диссоциация, электролиттер, биэлектролиттер және иондық байланыс, ковалентті полюсті байланыс бұдан бұрын оқып өткен осы ұғымдарды еске түсірулеріңіз керексіздер. Енді электролиттік диссоциация ұғымына анықтама берсек, заттарды суда еріткенде немесе балқытқанда иондарға ыдырау процесі. Диссоциацияланатын заттарды электролиттер, ал диссоциацияға ұшырамайтын заттар биэлектролиттерге жатады. Электролиттік диссоциация бойынша швед ғалымы Аррheniusті айтпай кетуге болмайды. Себебі бұл кісі 1987 жылы электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидаларын ұсына отырып Нобель премия сыйлығын алған. Яғни бұл кісінің электролиттік диссоциация теориясы бойынша сіңірген еңбегі орасан зор. Ал төмендегі иондық теңдеулер бұлар жаңағы алдында жасаған тәжірибеміздегі электр лампасы жанған ерітінділер, яғни натрий хлорид ерітіндісі, кальций нитрат ерітіндісі, тұз қышқыл ерітінділерінің иондарға ыдырау процесі көрсетілген. Яғни ол ерітінділерінде иондық байланыс натрий хлориді мен кальций нитрат ерітіндісі. Ал енді тұз қышқылының ковалентті полюсті байланыс екендігін біз көре аламыз. Жалпы сабағымызды қорытындылап жіберсек, заттар электролиттер және биэлектролиттерге жіктеледі. Электролиттер иондық және ковалентті полюсті байланысы бар заттар. Оларға тұздар, сілтілер, қышқылдар жатады. Биэлектролиттерге ковалентті полюссіз байланысы бар заттар. Оларға спирттер, қант, глицерин, оттек, азот және сутек және тағы басқа заттар жатады екен. Бүгінгі сабағымыз бойынша үй тапсырмасы сіздерге QR код берілген. Осыны сканерлең. Ал енді бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмалар ұсынамын. Яғни бірінші тапсырмада бос нүктенің орнына қажетті сөздерді қоясыздар. Екінші тапсырмада берілген тізбектегі артық сөзді табасыздар. Үйге тапсырма бірінші параграф, екінші және 6-шы тапсырмалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңыздар.